Сәлем достар, ал бізде 8-ші пранк көптің сұрауы бойынша қызықтың бәрін соңына дейін қалдырам білесіздер ғой. Сондықтан да конца көреміз. Кеттік. Алло. Алло, Алло, бүгін привет, Бека, қалайсың? Қайсың, ёб твою мать. Алло. В смысле, ёб твою мать? Это я, Тинара. Какая еще Динара? Сенің бұрынғы қызыңмын ғой. Алла берген ол ката. Я, сол. Да ну нахуй. Не қалайсың? Алло. Жаман, қиналып кеттім. Что-то не болды, дауысың не болады. Сен тастағалы бері арада 4 жыл өтті. Менің бір балам бар. Атын сенің атаңның құрметіне Әміртай деп қойдым. Хуйня, немесе, құтташты. Өзің кетіретін ғой да, қуас кезден кейін. Алло. Микош, Ал, мама. мына папаңмен сөйлесші. Папа? Алло. Папа? Мама не деш, мама? Мама не деш? Папа, мен сені жақсы көрем. Тақпақ айтып берейін ба? Айта. Симпылы димпылы. Алло, Әлі. Қайдағы мен бала мен еп тұтылаймын. Бір рет қана болдық қой екеміз. ой, түр десе бәрі саған ұқсап тұр. ДНК-да керегі жоқ. Мен уже алимент іштеген жоқ. Өзім жалғыз үйге вообще масыл болдым. Қой еп тұтылаймын. Не еттік не оқатына. Мен бала емес ағаны. Жұртсың бейді. Атастай тұрныш балан. Ой, ёп. Неменеге, блядь, нақ бүкіл жерге ёп твою мать шып мынау. Алло, Әлі. Басың күтпейміз ба сен? енді бала сенен болып тұр ғой, мен басқа ешкіммен жақындасқан жоқпын сенен кейін. Қой пизуны, қой қайда лайықтап. Үйленеміз көреміз. Сен 40-тасың ғой, қайда үйленесің? Бұрынғы не қойды? Ажырасқан мен бәлі үйленем. Пизду, мен бала емес ағаны. Екіміз сен бөлі бір рет қала болдық. Сонда да сол сенің ұрығың әлді болып тұр ғой. Қой еп не деді? Ата сөйлесіңізші. Қандай япшу басай? Алло. Әлі. Сенде ұят бар ма, Зай? Әлі. Сен кім еді атың, Сенде ұят деген бар ма өзі? Жексұрын. Ана қызды жылатып тастап кеткеніңді, сүмелек. Мынау, ол бүкіл жерге түшіп тастаған мынау. Мына қарасана, ертең жұмысқа кетмеймін ғой, албастау. Ата, мен сізді жақсы көрем. Симпл димпл. Мама емес, мама. Мен ғой мамаң, Әлі. Ау.